Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Элитар KZ және мен Олжас Әбдіхалық. Дәл қазіргі таңда біз Алматының қақ ортасында орналасқан Роял Төлеп атты салтанат сарайының алдында тұрмыз. Не себепті дейсіздер ғой? Бұл Сәкен Майғазиевтің ұлы әділеттің тойына жиналған қауымның мерекесімен бөліскелі отырмыз. Дәл қазіргі таңда мінекей онлайн трансляция жүргізіліп жатыр. Той жайлы бүкіл ақпараттарды сізбен бөлісетін боламыз. Қапы қалмаңыздар. Дәл қазіргі таңда мінекей Әділет пен Әдия кіріп келе жатыр. Жаржармен қараңыздар. Светлана Атбаева мен Толқын Забирова жар айтып мінекей жас жұбайларды шақырды. Тойда қазіргі таңда қандай тенденциялар болып жатыр? Өзгерістер бар ма? Мынау формат өте қатты ұнап отыр маған. Біріншіден әдемі тәртіп бар. Бәрі тікелей эфирде екенін біледі. Яғни бет алды орнынан тұрып кете бермейді. Осыған дейін егер де біз танымал әншілерді басқалар тез көп отырмай, сыртта жүрген көбірек бақыласақ, осы жолы мен қазір қарап, кәдімгідей өзім бір сүйсініп отырмын. Бүгінгі тойда өзгеріс бар, бірақ адамдары, қонақтары кішкентай сескеніп отқан сияқты. Тойға келгеннен кейін адам емін еркін, өзін бір дискомфорт емес, комфортын сезіну керек деп ойлаймын. Келдің ба біреудің қуанышына қуана білу керек, тойды көтеру керек. Ал жалпы Сәкен ағаның мынау ұйымдастырып жатқан онлайн тойына көзқарасыңыз қандай? Енді әр адам өзі біледі ғой. Сәкеннің қалауы сол болса, солай болған дұрыс шығар. Енді бұл жерде халық, сыншы, мен еш нәрсе айта алмаймын. Өйткені өзіміздің де көп нәрсені жаңағы білдіріп алатын нәрселеріміз көп та, сол себепті ешкім еш нәрсе айтпай қояйын. Қазір көп медиа саласын осы өнер тұлғаларының салық мәселесі қиындатып жүр ғой. Сіздерде қалай? Салық мәселесі, егер де сен салықты төлеп жүрсең, онда барлығы нормально. Мысалға біз әрбір заказдан өзіміз тиесілі салық төлеп отырамыз. Сол кезде кішкене қорқыныш болмайды да. Әртүрлі концерттер, әртүрлі шоулар, стримдерге шығып жүр, тікелей эфирлерге. Сондықтан дұрыс деп ойлаймын. Бірінші қадам Сәкен Майғазиев, как всегда, на первом месте. Жоқ, онлайн той деген құны артсын деген ниетпен ғана шығар, әйтпесе ақша бәрінде бар ғой. Құны артсын деген ниетпен бір құштар жандар өте ақысын төлеп көрсін деген ниетпен шығар. Бұл тегін той емес қой, былай айтқан кезде. Сондықтан да мен қарсы емеспін де, жаман ойым да жоқ, былай айтқанда. Енді ұмып кетеді екенсің, онлайн трансляция болып жатқан, әдеттегідей тойда отырмыз. Бірақ бұрын сонда болмаған нәрсе болып жатыр, көреміз енді халықтың мнениесін, былай айтқанда пікірін. Дәл қазіргі таңда Қайрат Нұртас өлең айтып жатыр. Халықтың көңіл-күйі өте керемет. Мінекей, егер той болатын болса, осындай керемет той бола берсін. Қазақтың тойы бітпесін. Элитар KZ сіздерге жаңалықтардан жалықпайды. Осындай бизнес өкілдері, медиа өкілдері тек қана бізден эксклюзив шығады. Жасырын болмаса, тойға қандай сыйақы алып келдіңіз? Ақшалай алып келдім. Қанша көлем? Айтпаймын. Миллионнан жоғары? Айтпаймын. Түсінікті. Жалпы көңілге байланыс алып келеді негізі тойға, иә, жалпы? Тойға мен өзім сыйлықтан гөрі ақшалай алып келгенді дұрыс көремін. Өйткені қаншама шашылады сол кезде кішкене оғаларға да тиімді да, сосын алатын заттар болса да өздері алады сол ақшаға. Сол себепті ақша дұрыс деп ойлаймын. Бізден әрине ақша. Суммасы? Айта алмаймыз. Жолдасым екеуміз мына баланы ертіп келдік. Жай ғана емес, тағы да жақсы танысып, дегендей білісіп, кішкене Сәкенде қыз бар, бізде ұл бар дегендей қылып келгеніміз. Онлайн жасайсыздар ма? Енді ол енді кішкене бір тағы да бір 10 жыл керек бізге. Өткен әлі қыз да кішкентай, ұл да кішкентай, бірақ бұдан зоры болады ау. Айтпақшы, Балауса, Empire, Q-Star, көп рахмет сіздерге. Қамқоршылық, спонсорлық жұмыстарын жасап жатыр да, сондықтан көп рахмет.
Иә, той жалғасып жатыр. Қазіргі таңда әрине той бата тілексіз өтуі мүмкін емес. Қазіргі таңда тілек ағыл тегіл ағылып жатыр деп айтуға да болады. Мың жылдық болсын. Аялым анам мінекей үйде жүрегін ұстап отыр, сол анаң аман болсын. Үлкен тойларда жете берейік, қуанышқа жалғаса берсін. Әділет мырза, той құтты болсын. Аумин. Жалпы қалай өтіп жатыр, өзіңіз ұнап жатыр ма? Керемет. Барлық жоғары деңгейде. Тек қана алғыспен бітіре салайын сөздерімді. Әке-шешеме бірінші кезекте. Әке-шешем, көп рахмет сіздерге. Бастан аяқ барлық сіздердің арқаларыңыз таныстық жайында негізі ұзақтау әңгіме, бірақ қысқаша айтқан кезде менің Берекет деген жан досым бар. Берекет деген досымның тойына барған кезде осы Әлия деген Берекеттің қарындасы негізі сол тойда жолыққан болатынбыз. Сол уақыттан бері 1 жыл өтті. Енді біздің тойға кезек келіп, бірге қауышып қайтадан енді Берекет досым құда ретінде келіп. Батысқа күйеу бала болу қиын емес па? Жоқ. Қиын болған жоқ па? Не қиындығы бар екен, бірақ керемет адамдар, жаны жарқын, өте ашық адамдар. Сіздердің Сәкен ағаға тілектеріңіз бар ма? Баласын. Әрине, әр ата-ана өзінің жаңағы ұлы болсын, қызы болсын, соның үйлену тойын күтеді ғой. Туылғаннан бастап күтеді. Қандай келін алады екенмін деп. Келін енді адалынан болсын деп тілеймін. Мынау барша қазақ тойлап жатыр ғой. Соған тұратындай керемет, сондай көркем мінезді келін болсын. Енді мен біріншіден жастарды шын жүректен құттықтаймыз, біз құттықтаймыз. Ең бастысы біздің балаларымыз аман есен болсын, бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын, аңсаған асыл армандарына бірге қол ұстасып жетсін. Енді осындай әке-шешесі тұрғанда, туған туысқандары қасында болғанда, жора жолдастардың ортасында осындай беделге ие болып тұрғанда жастар бақытты болуға міндетті деп ойлаймын. Олар ұрыспау керек. Екі жақ өте тату тәтті болғаны жақсы. Сәкен аға енді маған бір шеттен туысқан болып келеді. Бүгінгі түсіп жатқан келініміз ол бізге келін. Сондықтан бұл көптен күткен ұлы той. Сондықтан Сәкен аға көптен күткен ұлы тойыңыз құтты болсын. Динара жеңше, Алла қаласа ұлдарыңыз бен келіндеріңіз өздеріңізден аса туған ұл, аса туған келін болсын. Мен оған тілейтінім сахнадан кетпесін. Мүлдем. Бізді қуанта берсін жаңа әндермен, жалпы әндермен. Әлде де біткен жоқ, әлде де тілектер бар, әлде де әндер бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар, күшті отыр. Барша қазаққа жұғысты болсын. Осындай керемет той. Шығармашылығыңызда не болып жатыр? Жастарымыз бақытты болсын. Біз осындай тойда жүре берейік қызмет істеп. Қазақ ел жасасын. Шығармашылығымыз бәрі мощный отыр, құда қаласа. Көресіздер. Кино бар, ән бар, клип бар, программа бар. Серік ағамыз не үшін қатты жүгіріп кетті десек, ән айтатын өнерге қалған екен. Қазіргі таңда биді шашып жатыр деп айтуға да толықтай болады. Мына жерде той бастағылар дайындалып жатыр. Қарап өтсек, нелер бар екен? Қоржындар мұнда дайындалып жатыр деп айтуға да болады. Шәйнектер мінекей қоржынға барлығы салынып жатыр. 56 барлығына тікелей сыйлықтар тойластар таратылатын болады.
Біздің әділетке дәмін татқызыңыз құстың сұлтаны, аттың тұлпары, жігіттің нағыз сұлтаны. Біздің әділет бір рахаттанып, бір қуанып қалсын. Браво! Қазақтың қаймақтарын көріп, сол кісілердің баталарын алып атқанымызға қуаныштымыз. Туған туысқандарды көріп, бірге оқыған достарымызды, сыныптастарымызды, барлығының бізге деген сыйластықтарын, бізге деген тілектерін, бізге деген жүректерін, соғыстарын көріп, мен өзім соған қуанып жүрмін, шын айтсам. Мынау той мен үшін тез өтіп жатқан сияқты. Құдалар не деп жатыр? Құдалардың бәрі риза деп ойлаймын. Құдалар бір әулет болып кетті деген, шыны керек. Біз барғаннан бастап жақсыда жаттық жоқ дейді. Кіріп барғаннан бастап кәдімгі сол әулеттің баласы сияқты бір-бірімен араласып кеттік. Оның үстіне біздің Әдиямыздың ата әжесі бар. Енді үлкен кісінің тәлім тәрбиесін алғанын білесіздер ғой енді. Ол әулетте береке болады, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Сол кісілердің арқасында болу керек. Берекелі керемет шаңырақпен құдалы болып жатырмыз. Ауылда жатып, анам да тақымын қысып тілегін айтып, онлайн көріп жатыр. Анамыздың ақбатасын естіп жатырмыз. Салық туралы айтып жатыр, елдің бәрі шулап. Онлайн трансляциядан салықты төлемеген деп. Құдай сақтасын, енді біз мынау Құдай бетін арықсын, кейбір адамдар жымқырып, жасырып, жасап атқан дүниелерін әшкерелеп атқан кезде, жұрттың бәрін назарын аударып тұрып жасап атқан дүниеде барлығы көз алдымызда таптаза, таптинақтай болып өтетініне, мөп-мөлдір өтетініне біз кепілдік береміз. Өйткені бұл арнайы заңмен заңдастырылған. Қазір мына заманда бірдеңені жасыру мүмкін емес қой, неге шынтып айта келген. Оның себебі жаһанға жар салып жатырмыз. Шынын айтқанда, бірінші бұл идеяны импресария жаңағы Жамұқанов пен Анель Құдайқұлова маған ұсыныс жасағанда мен бас тартқан болатынмын. YouTube-қа жүктейік, тікелей ыңғайсыз болатын шығар деп. Содан мені Мейрамбек досым көндірді. Беспаев, Сәкен, ойлашы деді. Ана құдалық басталғаннан бастап қаншама көрермен менің Instagram парақшамды бір аптаның ішінде 70 миллион адам қараған, енді ойлаңыздар. Әшейін YouTube арнасында басқа дүние болса, қазаққа қызық дүние. Кейбір адамдар ғайбаттап, күй жаққысы кеп, іш тарлығын көрсетіп жатыр. Мен сіздерге де той тілеймін. Мен дұшпаныма жамандық тілеймеймін. Қарғап сілеп, әртүрлі әңгімелер айтып айтқандар бар. Әңгіменің ауанын басқа жаққа бұрып жатқан әңгімелер бар. Бықсытып былайша айтқанда. Сіздерге де соны тілеймін, жақсы той тілеймін. Жамандық тілемеймін. Бізге тілеп қосылып жатқандарға 10 есе жақсылық тілеймін. Айтайын дегенім, салығы төленеді, барлығы ешкімге есеп беруге біз хақылы емес, біз заңның алдында ғана біз есеп беріп, салығын төлейміз. Соны айтқым келеді. Жамұқанов компаниясының енді ұжымына рахмет айтамыз. Шын айтқанда жаңа анасы айтып жатыр ғой, жұмыла көтерген жүк жеңілді, бір қазақ жасап берген той, қазақ бірге тойлаған той болды. Рахмет баршаңызға. Олай болса, қыздар дайынбыз ба? Әдия дайынбыз ба? Ал, 1, 2, 3. Ай, бәрекелді. Маңғыстаудың аруы бүгін кереметтей Әдияның жан құрбысы осы гүл шоғын ұстап отырмыз. Той жұмысы болсын дейміз. Ал, құрметті қонақтар, мәртебелі меймандар, жастар. Дәл осылайша Сәкен Майғазиевтің шаңырағында ең үлкен той осымен өз мәресіне жетті. Эльтар Кезетпен бірге болыңыздар, ең эксклюзивті жаңалықтар бізде.